Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қытырлақ вафлидің рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, қант, ерітілген сары май, корица қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін қантымызды үстіне қосып, жақсылап араластырып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды суытамыз, содан кейін құямыз. Кішкене корица шым-шым қосамыз, ол өте ерекше дәм береді. Содан кейін ұнымызды шетінен қосамыз. Мінекей бізде осындай тесто шығуы қажет. Қатты қою да емес, сұйық та емес, осындай болып шығуы қажет. Ал енді вафлиімізді пісіріп бастаймыз, видеода көрсетілгендей. Мен тестаны құйғаннан кейін осылай үстінен басамын. Сол кезде жіп-жіңішке болып шығады. Ал егер тек жауып қойсаңыз, онда тесто қалыңдау болып шығады. Менің өзіме жіңішке, жұқа болып пісірілген вафли ұнайды. Вафлиімізді осылай орап қоюға да болады. Оның арасына вареная сгущенка салып, немесе крем жасап құюға болады. Назарларыңызға рахмет. Әлі алда түрлі қарапайым, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен болған Толқынай.